Тарихта ең әйгілі хан кім болған? Әрине, Шыңғыс ханды айтпағанда. Ол алып империяны билесе, оның флоты жерорта теңізінің уысында ұстады. Ал дұшпандары шайқас басталмай жатып жеңілгенін мойындады. Европалықтар оны құдіретті деп атаса, ол өзін Құдайдың жердегі көлеңкесімін деп таныстырды. Рас солай, ол тіпті құжаттарға солай қол қойған. Оның есімі Сүлеймен, Осман империясының сұлтаны. Біз сізге 7 минут ішінде құдіретті атанған сұлтаны хикаясы мен құлдар басқарған империя жөнінде баяндап береміз. Ең әйгілі хан болғаны рас па? Сүлеймен Осман империясы тарихындағы ең құдіретті билеуші, және ол әртүрлі айтулы лауазымдарды иеленуден түк те ұялмаған. Европалық патшаларға жазған хатына сұлтандардың сұлтаны, қағандардың қағаны, патшаларды таққа отырғызушы, Қара теңіз бен жерорта теңізінің падишахы, тіпті кейде Құдайдың жердегі көлеңкесі деп қол қойған. Әсіресе ол Сатурн мен Юпитер қосылғанда туған деген мағына беретін сайыпқыран лауазымын ерекше жақсы көрген. Аңызға сенсек, Әмір Темір тіпті Шыңғыс хан да осы дәргейді иеленген екен. Сүлейменді Рим Цезарі деп те атапты. Өйткені османдар Шығыс Рим империясының астанасы Константинопольді билеген. Ал әкесі бірінші Селим Мысырды жаулап алғаннан кейін Сүлеймен сұлтанға сенім келтірушілердің әміршісі деген мағынада халиф дәрежесі берілген. Алайда оның ең басты лауазымы түркі-моңғолдық хан атағы. Ресми түрде таққа отырған сәтте ол Сүлеймен хан деп жарияланған. Жарлықтарға хан деп қол қойған және тоғра деп аталатын мөріне де, османдық монеталарға да Селимнің ұлы Сүлеймен хан деген лауазым жазылған. Құлдар басқарған империя. Осман империясы сұлтандарының ішінде ең ұзақ ел басқарған Сүлеймен. Ол тақта 46 жыл отырды. Есесіне, ел билеген жылдары ол империясын адамзат тарихындағы ең құдіретті державаға айналдырды. Оның қол астындағы жер көлемі Алжирден Әзірбайжанға, Будапешттен Йеменге дейін созылып жатты. Заңға, қаржыға, әскерге және басқару өнеріне реформа жасады. Бір таңғаларлығы, осы бір алып империяны басқаруды ол құлдарға сеніп тапсырған. Иә, қағыс естіген жоқсың. Осман империясында әскерге қол жинаудың ерекше тәсілі епшірме деп аталатын жүйе болған. Шенеуніктер христиан ауылдарына барып, болашақ әскер мен әкімші болатын жас балаларды әкетіп отырған. Олар отбасын, тілін, дінін толығымен ұмытқан. Жылдар бойғы әскери дайындық оларды янычарға, яғни элиталы сарбазға, немесе биліктің ең жоғарғы деңгейіне дейін көтеріле алатын шенеунікке айналдырған. Олар ислам дінін қабылдап, жаңа есім алып, сұлтанның адамы болған. Шешім қабылдауға қарсы шығатын, алаңдататын туыстарымен мүлде араласпаған. Тек билеушінің алдындағы парызбен оған деген шексіз адалдыққа қызмет еткен. Міне, осы құлдардан жасақталған әскер әлемдегі ең күшті империяның бірін басқарған. Жеңілмейтін Осман теңіз әскері. Сүлеймен ел басқарған уақытта Осман империясының әскері құрлықта ғана емес, теңізде де мықты қол болған. Осман флотының әйгілі адмиралы Қызыр рейс деген лақап аты бар Хайреддин Барбаросса, Грекияның Лесбос аралынан шыққан бұрынғы қарақшы. Әйгілі адмиралға айналғаннан кейін ол 16 ғасырдың ең қиян кескі шайқасында жеңіске жеткен. 1538 жылы Превеза қаласында османдар Испания, Ватикан, Венеция, Флоренция, Мальта және Ломбардияның біріккен флотын, яғни 300-ден астам әскери кемені тас талқан етеді. Бұл кезде османдардың әскері олардан 2,5 есе аз болған деседі. Кейін Осман флоты Тунис жағалауында еуропалықтардың біріккен қолын тағы бір мәрте жеңіп, жерорта теңізінің билігін бір жола қолына алған. Әйелдер сұлтанаты. Сүлеймен ел басқарған заман әлемдегі ең мықты билеушілер кезеңі еді. Олардың ішінде Исмаил Шах, 5-ші Карл, француз рыцарь королі 1-ші Франциск, қаһарлы Иван және ұлы Моғолдар империясының билеушісі Ақбар бар. Алайда құдіретті деген титул тек Сүлейменге берілген. Ол мұны тегіннен тегін алмаған. Сүлеймен империясы құдіретті әскермен, байлығымен ғана емес, сарайдағы әйелдердің рөлімен де атақты болды. Ол ел билеген кезден бастап 18 ғасырдың басына дейінгі уақыт Осман тарихында әйелдер сұлтанаты кезеңі деген атпен танылған. Хавса, Хүррем, Нурбану, Сафия, Көсем мемлекет тағдырын шешуге араласқан әйелдердің есімі. Олар шетелдік билеушілермен хат жазысып, соғыс бастап тіпті оны тоқтата алған. Әйелдердің бәрі сұлтан гареміне тұтқынға түскен, көбі христиан дінінің өкілі. Бірақ өмірге ұл бала әкелгеннен кейін күң деген атақтан құтылып, империядағы ықпалды тұлғаға айналған. Кейде олардың ықпалы сұлтандардан да күшті болған. Ең танымал әйелдің есімі Хүррем Сұлтан, қазіргі Украина жерінен шыққан.
Сүлеймен мен Хурремнің махаббаты аңызға айналып, Ромео мен Джульетта оқиғасымен қатар аталып келеді. Хуррем үшін Сүлеймен ғасырларға жалғасқан дәстүрді бұзып, онымен заңды некеге отырды, тіпті императорлар сарайына орналастырды. Жұрт оны империяның басына төнген зұлматқа кінәлі деп санаса да, Хуррем өзінен кейін ауқымды қайырымдылық кешенін қалдырып кетті. Сол кешен жүздеген жыл бойы кедейлерге, науқастарға және жетімдерге көмектесіп келген. Әкелер мен балалар трагедиясы. Құдіретті Сүлейменнің есімі әділдігі мен қайырымдылығы мен ерлігі мен аңызға айналған. Басқа билеушілерде емес, ол әскери жорықтарға өзі қатысқан. 72 жасқа қараған шағында Мажарстандағы Сигетвар қамалын қоршаймын деп қаза табады. Сарбаздардың әскери рухы мұқалып қалмасын деп, қолбасшылар сұлтанның өлімін 40 күнге жуық жасырады. Оның ұлы Селим шайқас орнына жеткенше сұлтанға ұқсайтын басқа бір адам Сүлеймен орнын баса тұрған. Дегенмен Сүлейменнің ұлдармен арасындағы қарым-қатынас трагедияға толы. Өзі бірінші Селимнің жалғыз ұлы болғандықтан таққа талассыз, қан төгіссіз отырды. Алайда ол Селимнің өз атасы екінші Баязитті қалай тақтан тайдырғанын беске білуші еді. Осман дәстүрі бойынша жасына, шешесінің шығу тегіне қарамастан кез келген ұл бала сұлтан бола алады. Сол себепті таққа талас кезінде бауырлар бір-бірін аямаған. Жеңіске жету үшін бәрін, тіпті кішкентай сәбиге дейін аяусыз өлтірген. Сүлейменнің Махмуд, Мұрат және Абдулла деген 3 ұлы сәби кезінде шетінеп кетеді. Хурремнен туған тұңғыш бала сұлтанның ең сүйікті ұлы Мехмет 22 жасында қайтыс болады. Сөйтіп, тек халықтың сүйіктісі, янычарлардың құрметіне лайық болған Мұстафа және Хурремнен туған Селим, Баязит пен Жихангир қалады. Хурремнің өз ұлдарын таққа келемін деп жасаған әзәзіл әрекеті кесірінен Сүлеймен сұлтан ұлы Мұстафаны өлім жазасына кеседі. Жихангир қауесетке сенсек Мұстафа қайтыс болғаннан кейін қайғыдан ажал құшады. Ал Баязит болса, ағасы Селиммен шайқасамын деп жеңіліс тауып, Иран шахына қашып барады. Бірақ ол жақтан кері қайтарылып, кейіннен ұлдарымен бірге өлім жазасына кесіледі. Осылайша Сүлеймен қайтыс болғаннан кейін таққа Хурремнің 3-ші ұлы 2-ші Селим отырды. Өкінішке қарай ол атасы сияқты қаһарлы да, әкесі сияқты құдіретті де бола алмады. Жорыққа қатысудың орнына ойын-сауықпен көбірек көңіл аулады. Сөйтіп тарихта Ішкіш Селим деген атпен қалды. Сүлейменнің империясы өзі қайтыс болғаннан кейін ұзақ уақыт жасады. Бірақ ол басқарған кездегідей гүлдеп көркейген жоқ, дамып, өркендемеді де. Сондықтан ол шын мәнінде керемет те құдіретті сұлтан еді. Сіздермен бірге қалам балам. Біз тарихты түсінікті, қызықты тілмен баяндаймыз. Жаңа шығарылымдарды жіберіп алмау үшін бізге жазылып алыңыз.